Сәлем достар, сіздермен Алима. Өзім бір апта бойы осы детоксикацияны ұстанып, яғни детокс диетасын ұстанып, 6 килограмм тастағаным туралы айтатын боламын. Бұл диетаның ерекшелігі іш құрылыстарыңыздың барлығы тазаланады. Смузимізді ананаспен жасайтын боламыз. Оған кез келген жеміс қоссаңыздар болады. Кез келген ягода қоссаңыздар болады. Мен ержа малинамен жасайтын боламын. Малинамен қоссаңыздар да болады. Банан қоссаңыздар да болады. Алма қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қандай дәм ұнайды, сондай жемістер қоссаңыздар болады. Ананасын 1/4 бөлігін таңғы смузиға жасап жатырмын. Осы смузиді таңғы жасаймын и обедке дейін осы смузиді ішетін боламын, қарным ашқан кезде. Арасында алма жеп тұрсаңыздар болады. Ешқандай мучной, ешқандай газированный, ешқандай тәтті зат жеуге болмайды осы детоксты ұстап жатқан уақытта. Бір апта осы диета отырып болғаннан кейін, одан кейін бірден қайтадан өздеріңіздің күнделікті тамақтарыңызды жеп кетсеңіздер, онда қайтадан бірден өздеріңіздің сол ескі вестеріңізді, яғни салмақтарыңызды жинап аласыздар. Ол да өте маңызды. Бірден тамақ ішіп кетпейміз. Асқазанымыздың барлығын үйретіп, аз-аздан ғана желательно мучной, газированный, тәтті дегендерден бас тартуларымыз қажет. Смузиді 1,5% сүтпен жасаймын. Одан жоғарғы сүттер болмайды. Ол уже майлы болып кетеді. Егерде ондай сүт болмаса, су қосаңыздар болады. И сұйықтығы өз қалауларыңызбен сұйықтау қылып жасасаңыздар болады. Қоюлау қылып жасасаңыздар болады. Өздеріңіз қандай ұнайды, сондай смузи жасауға болады. Нені жеуге болатын айта кетейін қыздар, сухари жеуге болады. Майлы емес, салаттардың барлығын жеуге болады. Тек қана тойып жемейміз. Балық жеуге болады, аз-маздап ет те жеуге болады, қара еттен. Бірағында тойып жемеу керек. Сұрақтарыңыз болса комментария жазып кетіңіздер, міндетті түрде жауап беретін боламын. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып отырыңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Егер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз рахмет. Сіздермен бірге болған Алима Жарқынбекқызы.